Қайырлы күн балалар, бүгін біз геометрия курсының 4-ші тақырыбы төртбұрыштың қасиеттері мен белгілеріне тоқталатын боламыз. Біз осыған дейін параллелограммды білдік және оның қасиетін белгілерімен таныстық. Енді төртбұрыш ол да болса параллелограмм, қандай параллелограмм төртбұрыш деп атаймыз? Бір кез келген параллелограммның егерде диагоналдарының ұзындықтары бірдей болса, онда ондай параллелограммды біз төртбұрыш деп атаймыз. Яғни ол қасиет болып табылады. Егерде параллелограммның диагоналдары тең болды деген сөз, біз білеміз ғой, параллелограммның диагоналдарының ұзындығы әртүрлі болады. Себебі екі қарама-қарсы сүйірбұрыштар мен екі доғал бұрыштарын қосып тұр. Сүйірбұрыштарын қосатын диагональ ұзын болатын. Егер олар тең болып қалды десек, мұнда қиылысуы мүмкін. Яғни ол төртбұрыштың қасиеті болады. Егер параллелограммның диагоналдары бір-біріне тең болса, онда ондай параллелограммды біз тік төртбұрыш деп атаймыз. Бұл қасиеті. Яғни диагоналдары тең болады тік төртбұрыштың. Енді белгілеріне келейік. Егер параллелограммның бір қабырғасына іргелес жатқан екі бұрыштарының градустық өлшемдері тең болса, яғни міне А, Б қабырғасының іргесінде А мен Б бұрыштар жатыр. Бұрыш А-ның өлшеміне бұрыш Б-ның өлшемі тең болатын жағдайда, ондай параллелограммды біз тік төртбұрыш дейміз. Тік төртбұрыш дейміз. Арғы жазбай қой. Ал неге? Өйткені қараймыз, параллелограммда іргелес бұрыштар бірін-бір 180 градусқа толықтыратын. Ондай болса, екеуі тең деген сөз, біреуі 90-нан деген сөз, 182-ге бөліп тастасақ. Онда қалған екеуі де 90-нан. Яғни бұрыштарының бәрі 90 градус болып тұр, онда ол тік төртбұрыш деген сөз. Екінші белгісі. Керісінше қандай жағдайда параллелограмм тік төртбұрыш дейміз. Егерде қиылысу нүктелерінде жаңағы екі диагональ ұзындықтары бірдей болса, А-сы тең Б-ді. Онда біз оны тік төртбұрыш дейміз. Бағана айтып кеткен тік төртбұрыштың негізгі қасиетіне кері қасиет. Яғни біз бірінші айттық, тік төртбұрыштың диагональдары тең болады деген қасиет айтқанбыз. Ал енді мұнда керісінше кез келген бір параллелограммның диагональдары тең болса, онда ондай параллелограммды біз тік төртбұрыш деп атаймыз. Тік төртбұрыштың диагональдары 60 градус бұрыш жасап қиылысады және бір қабырғасы 17 см болса, онда сол тік төртбұрыштың диагоналінің ұзындығын тап деген есеп кездеседі екен. Ол есепті мен жазып қойдым. Енді диагоналін табу үшін, яғни А-сының ұзындығын табу үшін маған мына бір үшбұрыш көмектеседі. Үшбұрыш ОБС. Қарастырамыз. Үшбұрыш ОБС-ның О-сы қабырғасы тең болады ОБ қабырғасына. Себебі біз айтқанбыз, тік төртбұрыштың диагональдары өзара тең деп. Онда олардың олар қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді, сондықтан олар жартыларда өзара бір-бірлеріне тең болады. Ол жаңа тік төртбұрыштың диагоналдарының қасиетінен, және бір бұрышы 60 градус екен, және бүйірлер тең болса, осы үшбұрыш тең бүйірлі үшбұрыш болып тұр. Онда басқа бұрыштарын табу үшін, яғни ОС Б бұрышы мен ОБС бұрышы, ОБС бұрышы тең, өйткені бүйірлер тең болса, олар табандағы бұрыштар да тең болады. Ал олардың өлшемдерін табу үшін біз 180-нен 60 градусты азайтып 2-ге бөліп тастаймыз. Сол кезде шығады тағы да 60 градус. Яғни осы жердегі бұрыштары 60 градус дейді. Бүйір табанда жатқан бұрыштарда 60. Өйткені ол тең бүйірлі болғандықтан. Олай болса, осы жерден қандай шешім келеді? Бұрыштарының бәрі 60 градус болса, осы үшбұрыш тең қабырғалы үшбұрыш. Яғни Осы тең болады ОБ-ға және ол тең болады Б-сыға. Тең қабырғалы үшбұрыш. Олардың өлшемдерінің бәрі 17 см. 17 болса, барлық 17. Онда мұнда 17 см болды. Ал А-сы диагоналін табу үшін біз екі еселейміз О-сыны. Өйткені осы оның жартысы. Сонда 2 көбейту 17, ол 34 см болады. Есепті айтады, тік төртбұрыштың бір бұрышын диагоналі бірдің екіге қатынасындағы бөледі, және кіші қабырғалары мен диагоналдарының ұзындықтарының қосындысы 24 дейді. Мен бәрін белгіледім. Кіші қабырғалары АБ,
CD, диагональ AC и BD диагоналдардың қосындысы 24-ті береді. Бізге табу керек диагональ нешеге тең дейді. AC диагоналінің ұзындығын табу керек. Олай болса, біз осы жерде тіктөртбұрыштың AB мен AD параллель болғандықтан диагональ оларды қиюшы болып табылады және оның ішкі айқыш бұрыштары тең болады. Сол сияқты келесі AB мен CD қабырғасы үшін де дәл солай. Сонда егер мына жер x болса, келесі мында x, өйткені олар ішкі айқыш бұрыш, 2x мында 2x болады. Олар ішкі айқыш бұрыштар сәйкесінше. Енді мен қарастырам үшбұрыш ACD-ні. Мынау астындағы бөліктегі үшбұрышты қарастырайын. Онда бір бұрышы оның төртбұрыш болғандықтан 90 екені белгілі. Ал мына екі бұрышының градустық өлшемін тауып алуға болады. Біреуі x болса, екіншісі соның 2 есесі дейді. Онда x-ке қосам 2x-ті тең болу керек 90-ға. Себебі бір бұрышы 90, онда қалған екі бұрышының қосындысы 90 деген сөз. Сонда 3x тең 90. Онда x деп алып отырғанымыз 30 градус екен. Яғни мынау бұрыш бізде 30 градус екені анық болды. Енді осы шарт бізге көп нәрсені білдіруі мүмкін. Өйткені 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең дегенді қабылдасақ, онда CD дегеніміз AC-ның жартысына тең. Міне. Ал осы шарт мынадан пайдаландық қой. Енді осы AC-ның жартысына тең болса, немесе AC дегеніміз ол 2 еселенген CD. Осыны біз бағанағы әуелге теңдеуге әкеп қояйық. AB деп тұрғанымыз ол кіші қабырға, ол CD-ға тең. Сондықтан AB мен CD екеу бірге жүр. Сондықтан AB-ны CD-ға тең деп алсақ, CD-дан екеу болады. Не жерге жаз болайын? AB қосу CD қосу AC қосу BD тең 24 деп берілген. Онда AB мен CD тең болғандықтан мына мынау тең. Сонда 2 CD болады бұл жер. Ал AC дегеніміз CD-дан екеу бар. Қосам, және ол AC мен BD өзара тең. AC-ның өзі CD-дан екеу бар. Оған тағы да қосамыз 2 CD-ны. Тең болу керек 24-ге. Енді CD-ларды қоссақ 6 CD болады. CD-дан 6, 24. CD қабырғасы 6-ны 24-ге бөлеміз 4. Ал бізге диагональ тап деп тұрған AC осы CD-ның 2 есесі деп айттық. Онда ол 8 болады. Міне, кіші қабырғасы 4, диагоналі 8 екен. Шынында тексерейік. Олардың қосындысы 24 болу керек. Мынау 4 болса, келесі 4, 8, мына диагоналі бар. Тағы да келесі диагоналда 8 деген сөз. Сонда 3, 8, 24 орындалып тұр шарт. Яғни диагоналі 8 деген тұжырым дұрыс. Төртбұрыш берілген, диагоналдары көк сызықпен жүргізіліп тұр. Енді BH деген осы AC диагоналына түсірілген перпендикуляр дейді. Және осы BH мынау B бұрышын 4-тің 5-ке қатынасындай бөледі дейді. Яғни ол не деген сөз? Мынау бөлік егер 4x болса, онда келесі жартысы осыдан мынаған дейін ол 5x деген сөз. Ал бізге табу керек HBD бұрышын, яғни мынау екі сызықтың арасы неше градус. Соны табу керек болып тұр екен. Онда бұл есепті шешу үшін ең бірінші біз осы қатынастардан пайдаланамыз. Ол деген сөз жалпы B бұрышы 90, B бұрышы өзі 90 градус, өйткені 4 бұрыштың бір бұрышы 90 градустан. Оны 4-тің 5-ке қатынасындай бөлсе, онда қатынастар неше екен соны тауып аламыз. Яғни 90-ды бөлем 4 қосу 5-ке. Яғни бір үлесінде 10 градустан бар екен. Олай болса, осы жердегі бұрыштар осыдан не шығады? 40 градус және 50 градус екені шығады. Жаңағы бөліп алғым, мына жағы 40, мына жағы 50. Егер де бұрыш HBA ол 40 градус болса, ондай болса, мына жер 40 градус, енді өзгертіп жазайын, мында 40 болса, осы жерде үшбұрыш ABH деген тік бұрышты үшбұрыш ABH
H деген тік бұрыш үшін қарастырсақ, оның бір бұрышы 40 болса, келесі бұрышы, яғни келесі қай бұрыш? BAH. BAH бұрышы ол 90-нан 40-ты азайтып тастаймыз, ол 50 градус. Мына жер бізде 50 градус болды. Олай болса, осы диагоналдың мына жақ жартысы 50 болса, келесі 40 деген сөз. Мына жер. Ондай болса, және осыдан біз білеміз, бұрыш OAD ол 50, 40 екенін білдік. Және OA бұрышы қабырғасы тең OD қабырғасына. Себебі ол диагоналдардың бөліктері. Екеуі тең. Яғни мына қабырған. Мен сонда астындағы үшбұрышқа көшіп кеттім. Бұл жерде қандай үшбұрыш кетіп жатыр? Бұл жерде үшбұрыш OAD үшін қарастырып кеттім енді. Сол кезде мына бұрышы 40 болса, және мына екі бөлік тең болса, ол тең берілі үшбұрыш, онда келесі бұрышта не істейді? Онда осы жерден бұрыш OD ол да 40 болғаны. Себебі ол тең берілі үшбұрыш. Ал ол бұрыш неге кеп тұр? Мына жер 40 болды. Бұл бұрыш не үшін керек болып тұр? Оғыл маған мына бір бөлікке керек болып тұр. Мына жерде, мынадан мынаған дейін бұрыш неше? Ол жаңағы ішкі айқыш бұрыштар, осы бұрыш ODA тең болады бұрыш DBS-ға. Екеуі де 40. Себебі олар ішкі айқыш бұрыштар. Ішкі айқыш бұрыштар. Мына жер 40 болса, мына жерде 40 градус деген сөз. Мына О қиылысу нүктесі, мына жер қалдырайын. Енді мынау 40 болса, енді бізге мынау ортада кішкентай бөлікті табу үшін не істейміз? Жалпы ол 50 болатын бағана. 5х дегеніміз 10-ды көбейттік 50. Жалпы 50 болса, онда біз 40-ты азайтпасақ, мынау бөлік шығады деген сөз. Сонымен таппақшы болып тұрған H, B, D бұрышымыз, ол қай бұрыштан азайтамыз? Бұрыш HB-сыдан азайтып тастаймыз. Бұрыш DB-сыны. DB-сы бізде және 40 болатын. Сонда 50 азайту 40 градус тең 10 градус шығады екен. Яғни сұрап тұрған HB-дымыз бізде 10 градус.